Енді жаңадан салынған құрылыс нысандарының кепілдік мерзімі 10 жылға дейін ұзартылуы мүмкін. Яғни мердігер компания қазіргіде 2 әрі кетсе 3 жылдық кепілдікпен құтылмайды. 10 жыл бойы салынған нысанның құрылысына жауапты болмақ. Мәжілістің жалпы отырысында жаңа құрылыс кодексі мақұлданды. Құжатқа сай тағы қандай жаңа талаптар енгізілмек? Самал Қабышеваның бейнематериалында. 2 сағат 2 минут өнеркәсіп және құрылыс министрі Ерсайын Нығыспаев жаңа құжаттың жаңашылдығын түсіндіру үшін мәжілістің мінберінде осынша уақыт тұрды. Жаңа құрылыс кодексін әзірлеуге 363 миллион теңге бөлінген. Басты талаптардың бірі енді құрылыс компанияларына лицензия беру тәртібі қатаңдайды. Қазірде салада шамамен 80 мыңға жуық лицензия тіркелген. Алайда талдау нәтижесінде көптеген компаниялар мен лицензиялардың тек қағаз жүзінде ғана бар екені анықталды. Олардың басым бөлігінде өндірістік базада білікті инженерлерде нақты жобаларға қатысу тәжірибесі де жоқ. Аталған мәселені шешу үшін мемлекеттік ақпараттық жүйелермен өзара біріккен лицензияттардың электрондық тізілімі құрылады. Ол берілген барлық рұқсаттарды қайта қарап, заң талаптарына сәйкестігін автоматты түрде тексереді. Сәйкес келмейтін компаниялар тізімге енбейді. Адами фактор азаяды, сыбайлас жемқорлықтың алдын алады. Кодекстегі тағы бір маңызды мәселе жекеменшік компаниялардың құзыреті шектеледі. Әр жеке компания өздері экспертиз жасайды, өзі жоспарлау жасайды, сондай талан-тараж шығарған. Мен сіздерге бір цифр айтайын. Барлық экспертизаның 86% жекен қолына кетіп қалған. Ондай бұрын болмаған. Міне біз қайтадан мемлекеттік бақылауды орнына келтірдік. Енді 40%-ға дейін, әсіресе 5 этаждан жоғары мемлекеттің экспертизасынан шығарамыз. Өйтпесек болмайды. Біз гарантияны қазір көтеріп жатырмыз. Адамдар пәтер сатып алады, 2 жылдан кейін бұзылып жатыр, мектептер бұзылып жатыр. Біз талап қойдық. 10 жыл болу керек. Сондай-ақ мемлекетте құрылыс сапасына жауапты болады. Сейсмикалық қаупі жоғары аймақтарда құрылыс жүргізуге тыйым салынады. Құрылыс саласы толықтай цифрландырылады. Нысанды салудан бастап сүруге дейінгі процестер ақпараттық жүйе арқылы іске асады. Енді әрбір құрылыс нысанына бірегей нөмір беріледі. Әр адамға берілетін ЖСН нөмірі сынды. Сала министрінің айтуынша, бұл құрылыс нысанын толықтай бақылауға мүмкіндік береді. Яғни мердігер компания өзіне қатысты қандай да бір мәліметті өзгертсе де, бірегей нөмірде бастапқы тарихы сақталады. Ал барлығы цифрлық жүйе арқылы бақыланатын болады. Самал Қабышева, Советхан Жағиев, Қазақстан ұлттық телеарнасы, Астана.